Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Биология сабағына қош келдіңдер. Мен Тараз қаласы Тұрар Рысқұлов атындағы нөмір 48 орта мектептің биология пәнінің мұғалімі Сәмерқұлова Анар Серікбекқызы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы гүл құрылысы, тозаңдану түрлері, гүлдеу және тозаңдану. Оқу мақсаты: өздігінен және айқас тозаңданудың салыстырмалы артықшылықтарын сипаттау. Өсімдік мүшелері өсімді вегетативті, көбею генеративті мүшелерге бөлінеді. Өсімді мүшелерге тамыр, сабақ, жапырақ жатады. Көбею мүшелеріне гүл, жеміс, тұқым жатады. Соның ішінде біз бүгін гүлдің құрылысымен танысамыз. Гүл өркеннің төбелік және бүйелік түзуші ұлпаларынан шығатын споралы жынысты маманданған репродуктивті мүше. Гүлде спораның түзілуі де, гаметаның түзілуі де және жыныс процесі жүреді. Тозаңдану мен рухтану процестерінен кейін гүлде жеміс және тұқым пайда болады. Гүлдің құрылысы: гүл, аталық, аналық, күлте жапырақшасы, тостағанша жапырақшасы, гүл табаны, гүл сағағынан тұрады. Аталық және аналық көбеуге қатысатын мүшелері. Күлте жапырақшаларының түсі әртүрлі болып келеді. Тостағанша жапырақшасы үнемі жасыл түсті болады. Тостағанша және күлте жапырақшалары гүл серіктері деп аталады. Гүл сағағы жапырақ сағағына ұқсаған гүлдің жіңішкерген жері. Сағағы арқылы сабаққа бекінеді. Гүл сағағы болмаса отырмалы гүлдер дейді. Оларға беде, қашқар гүл жатқызамыз. Гүл табаны гүлдің барлық бөлімдері бекінетін гүл сағағының жоғарғы жағындағы кеңейген жері. Тостағанша көбінесе жасыл түсті, гүлдің сыртында бірікпеген жеке немесе біріккен жапырақшалардан тұрады. Күлте тостағанша жапырақшаларынан кейін орналасады. Күлте жапырақшалары бір-бірімен бірігіп кеткендіктеріне інжугүл, қоңыраугүл жатқызады. Аталық көбінесе жіпше тәрізді болып келеді. Аналығы гүлдің орта бөлімінде болады. Аталық, аталықтың құрылысы. Аталық гүлдің көбеюге қатысатын бөлімі. Аталық жіпшеден және тозаңқаптан тұрады. Аталықтың жіңішкерген жерін жіпшесі деп атайды. Тозаңқап бір-бірімен байланысқан екі бөліктен құралған. Әр бөлігінде екіден тозаң ұясы бар. Тозаңдар сыртқы және ішкі қабықшасы бар жасушалар. Пішіндері де алуан түрлі. Тозаңдар сырттай қарағанда ұнтақ тәрізді. Әрбір тозаңның сыртында үшкір өсінділер, майда тікенектер, бұртиған төмпешіктер болады. Атқаратын қызметіне қарай сыртқы қабықшасы қалыңдап өзгереді. Сыртқы қабықшасында тозаң түтігінің өнуіне қажетті көптеген тесіктер болады. Тозаңның құрамында май, қан, минералды тұздар, нәрөз витаминдер бар. Аналық, аналықтың құрылысы. Аналық гүлдің жеміс түзуге қатысатын негізгі бөлімі. Гүлдің дәл ортасында орналасады. Аналықтың ұшын аузы, ортаңғы жіңішкерген жерін мойны, түп жағындағы жуандаған жерін жатыны дейді. Аналықтың аузы өсімдік түріне қарай түрліше болып келеді. Аналық аузынан жабысқақ сұйықтық бөлінуі тозаңның аналық аузына түсіп, тез өнуіне жағдай туғызады. Аналықтың мойны аузы мен жатынын жалғастырып, басқа бөлімдерінен жоғары биіктетіп тұрады. Жатын аналықтың ең негізгі бөлігі. 1.
және көп ұялы. Жатының ішінде бір немесе бірнеше мыңдаған тұқым бүршігі бар. Гүлдер дара жынысты, қос жынысты болып бөлінеді. Дара жынысты гүлдерде тек қана аталығы немесе аналығы ғана болады. Қос жынысты гүлдерде аталығы да, аналығы да болады. Гүлсерік қос гүлсерікті, жай гүлсерікті, гүлсеріксіз болып келеді. Қос гүлсерікті гүлдерде тостағанша да күлте жапырақшалар да болады. Жай гүлсерікті гүлдерде тостағаншасы немесе күлте жапырақшасы ғана болады. Гүлсеріксіз гүлдерде тостағаншасы мен күлте жапырақшалары болмайды. Егер гүл жазықтығына бірнеше сызық жүргізгенде теңдей бөлінбесе, бұрыс гүл деп аталады. Мысалы, соя, бұршақ, үрме бұршақ, ас бұршақтарын жатқызамыз. Гүл жазықтығына бірнеше сызық жүргізгенде бірдей бөліктерге бөлінсе, дұрыс гүл деп аталады. Мысалы, оларға алма, итмұрын, қаздабан өсімдіктерін гүлдерін жатқызамыз. Тозаңдану аталық тозаңның аналығының аузына түсуін айтамыз. Тозаңданудың екі түрі бар: өздігінен тозаңдану және айқас тозаңдану. Өздігінен тозаңдану бір гүлдің өз аталық тозаңның сол гүлдің аналығының аузына түсуін айтамыз. Бұндай гүлдер қос жынысты болып келеді. Өздігінен тозаңданатын өсімдіктер гүл жарған кезде және гүл жармай тұрғанда тозаңданып үлгереді. Мысалы, жер жаңғағы, шегіргүл, саумалдық, бетеге, тары өсімдіктерінің гүлдері ашылмай тұрып тозаңданады. Айқас тозаңдану бір гүлдің аталық тозаңының екінші гүлдің аналығының аузына түсуін айтады. Айқас тозаңдануды будақ денелер арқылы және жел арқылы айқас тозаңдану деп екіге бөлінеді. Жел арқылы айқас тозаңданатын өсімдіктердің тозаңдары өте майда, жеңіл, көп болады. Гүлдің аталықтарының жіпшелері өте ұзын әрі төмен қарай иіліп тұрады. Соққан желге тербеліп, тозаңдарының таралуына бейімделген. Тозаңдануы ауа райына байланысты. Бұлтты жаңбырлы күнде жаңбыр суы тозаңдарды шайып, өсімдік түсімін кемітеді. Балалар, бүгінге біздің сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма. Алдарыңда гүлдің құрылысы берілген. Енді сендер осы сандармен көрсетілген гүл бөлімдерін аттарын жазып шығасыңдар. Және аталық және аналықтың құрылысының аттарын да дұрыстап толық жазып көрсетеміз. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңа рахмет. Сау саламатта болыңдар.